Сәлеметсіз құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Қазақстанда желтоқсан айында ауа райы қалай болады? Видеоролик турсында толығырақ мәліметке ие болды қаласаңыз, видео төмендегі бір ғана лайк және подписывать етемелерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. 2024 жылғы желтоқсан айында Қазақстанда ауа райы күрт өзгергенін ұшырауы мүмкін. Қазгидромет жариялаған болжамға сәйкес температуралық фон климаттық нормаға жақын болады, бірақ жауын-шашын мөлшері республиканың басым бөлігінде нормадан жоғары болмақ деп хабарлайды akşamnews.kz порталы. Солтүстік, орталық және шығыс Қазақстан облыстарының айдың бірінші онкүндігінде түнде ауа температурасы -10, -3 градусқа дейін төмендейді. Күндіз температура 0 градустан -8 градусқа дейін ауытқиды. Бұл аумақтарда қар, бұрқаусын және екпінді жел, сонымен қоса суық күндер болады. Оңтүстік шығыс аумақтарында ауа температурасы түнде -5-тен +5-ке дейін өзгереді. Таулы аумақтарда температура -10 градустан -15 градусқа дейін, ал төмендеп күндіз -5 +12 градусқа дейін ауқиды. Сонымен қоса бұл аймақтарда жауын мен қар араласып жауып, сондай-ақ қар жауы ықтималы бар. Батыста түнде температура -1 градустан +8 градусқа дейін ауытқып, күндіз +1 +8 градусқа дейін көтеріледі. Оңтүстік соңғы температура -5 градусқа дейін төмендеуі мүмкін. Желтоқсан айында әсіресе солтүстік батыс және солтүстік аумақтарда ауа температурасының күрт төмендеуі күтілуде. Бұл күндерде аяз, күндерде қатты суық болуы мүмкін. Сонымен қатар республиканың көптеген бөліктерінде көктайғақ пенен тұман түсуі ықтимал. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар.